20 жыл бойы төрт түліктің төресі саналатын түйе шаруашылығымен айналысып, ата кәсіптің ізін жалғап отырған жанұя. Ойсыл қара тұқымын өрістетіп қана қоймай, өнегелі тәрбиесімен көпке үлгі болған жанұяның берік болмысы. Ұждан әкелер алаңының кезекті шығарылымы түйе шаруашылығын түлетіп отырған әкелі балалы жандар ғана алады. Олай болса, арқаның аязды күніне қарамастан Елорда іргесіндегі Тайтөбе ауылына жолға шықтық. Ата кәсіпті жандандырып отырған жанұяның шаңырағына келдік. Дәл қазір әкелі балалы жандардың өнегелі әңгімесіне куә боламыз. Сәлеметсіз бе, Азат мырза, қалыңыз қалай? Сәлеміз. Ұждан порталына сұхбат беруге келіскендеріңізге алғыс айтамыз. Әкеңіз қайда еді? Ол кісі қалаға жұмыстармен кетіп қалған. Ал негізі камерадан кішкене ұялады ол кісі. Мен дәл қазір түйелерді түгендеуге шығып баратқам. Бірге барып келейік. Әрине, барамыз. Азат мырза, жалпы қанша түйеңіз бар? Бұл кәсіпті қашан бастадыңыздар? Негізі кәсіпті 2019-да басталғанбыз. Сол кезде 16 бас түйе әкелгенбіз. Дәл қазір 80 бастай бар. Сол 5 жылдың ішінде 80 басқа дейін апарғанбыз түйенің санын. Енді өзіміздің план бойынша Алла берсе 500 басқа дейін апаруым керекпіз. Көбейту ойларыңызда. Сондай ойымыз бар. Әкеңіз екеуіңіз бірге бастадыңыздар ғой, сонда? Негізі бастаған әкем мал шаруашылық кәсібін сол кісі бастады. Мен негізі қалада туып өстім, қаланыкімін. 11 классқа дейін малға жоқ болсам деп айтуға болады. Ауылды білген жоқпын. Бірақ әкем сондай кәсіппен айналысқаннан кейін бәріне үйрендім. Сол енді негізі түйені мына жаққа әкеліп көбейту несін ұсынып айттым папаға. Неге түйе шаруашылығы? Неге басқа төрт мал басы емес? Ол қызық сұрақ. Мен сондай сұрақтарды көп кісілер қояды маған. Мен күліп айттым оларға. Негізі нағаш жағым батыс. Сол кісілерге сондай сұрақ қойғанда күлдіріп нетем да айтам, нағашы қан. Нағашыларыңыз арқылы бастап тұрсыздар. Бұлай негізі шындығы мен айтсам, папам диабет деген аурумен ауырады, инсульт болды. Көп нелер статьяларды оқып, кітаптарды оқып, сол жерден білдім де, түйенің сүті, түйенің еті сондай ауруларға ем деп. Сондықтан енді папамызға ем болсын деп сол кәсіпті бастап кеттіңіздер. Жалпы қиын емес па? Түйе бағу, оны күту? Әр малдың өзінің қыр-сырлары болады. Әр малдың түйенде өзінің қыр-сырлары бар. Енді 5 жылдың ішінде көріп, үйрендім. Енді үйреніп неткен 16 бастан 80 басқа дейін көбейткен сол... Осы түйенің бәрі сіздердікі ғой? Иә. Енді Ақмола облысы... Несі болатын еді осы жаңағы? Гон. Адамға шабатын. Шабатын, қай мезгіл еді сол? Жаңа жылдан кейін. Февральдың басынан бастап. Ондай уақытта қарау қалай болады? Ондай уақытта қанында болу керек. Айтып отырмын ғой, нағашым несі қаны ішімде бар болғаннан кейін түйелердің арасында спокойно жүрем. Қорықпай, нетпей, қалада өссем де бәрібір түйе былай қарасаң
бала кезінен сияқты түйенің арасында өскенім сияқты. Түсінемін ол малды. Мысалы, жылқы малға бәрібір ондай не жоқ. Папам қаншама үйретті де, жылқы малын арасында жүрсем, түрлерінен танымаймын, бәрібір қаншама жаттап алмаймын. Мына түйелер 5 жылдың ішінде әрқайсының мінезін білем. Тілін түсінесіз. Тілін түсінем, кім қайсының баласы білем. Күшті. Шатастыра алмайсыз. Сол қызықты. Жылқымен папамның қасында енді 20 жыл болды, жылқымен айналысып жатқанымызға. Түйені 5-ақ жыл болды. Сол 5 жылдың ішінде біраз қыр-сырларын үйрендім. Міне түйелеріміз. Осының барлығы өздеріңіздің бағып жүрген түйелеріңіз, Мына әлде жартысы басқа жақта ма? Мынау сауымды түйелер, боталарымен бірге. Олар ауылдан алыс кетпейді, алысқа жібермейміз, өйткені кешке үйге әкелеміз, сауамыз, сүт аламыз. Осылай күнделікті келіп бақылап тұрасыз ба? Түйенің бақташысы бар, сол кісі қарайды. Сіз қадағалап тұрасыз? Енді мал ұстағаннан кейін таңертең кешке келіп түгендейміз малды. Азат мырза, жалпы біздің порталдың негізгі мақсаты әке мен бала қарым-қатынасы, отбасы құндылығын насихаттауға арналады. Сол өзіміздің тақырыпқа ойыссақ деймін. Сізге өзіңіз туралы, өзіңіздің балалық шағыңыз туралы, жалпы әкеңіз туралы бірнеше сұрағымыз бар еді. Егер қарсы болмасаңыз, сол сұрақтарды қойып, өзіңіздің әдемі әңгімеңізді тыңдасақ. Жақсы. Бірінші сұрағымыз, әкеңіз сізге қандай әке болды? Енді былай айтқанша, былай айтайын. Негізі әкем қазіргі әкелер сияқты емес, балалардың қасында жүріп, балалармен ойнап, мысалы, бір қыдыруға бір жерге шығарып, ондай әкем болған жоқ. Әкем негізі қатты адам болды да. Бала кезімнен жаңғыз ұл болғаннан кейін қаттылау ұстады мені. Енді ерке де болдым, әжем еркелеткен, бірақ әке жағынан ондайды көрген жоқпын. Мен ойымша енді өскеннен кейін сол дұрыс, сондай тәрбие дұрыс, еркекке сондай тәрбие дұрыс. Әкемді сыйлайым. Енді жас болған кезінде кейбір айтқан сөздерімен келіскен жоқпын, бірақ бәрібір соның сөзін ұғып істегем. Айтқан ақылын тыңдадыңыз. Енді мен ойымша жаман адам болып өскен жоқпын. Енді көршілер, кісілер көріп жатыр. Білет біздің семьямызды. Түйені осы жаққа әкелуін негізі мен ойым болған. Сол үйге келіп әкеме сондай ойымды айттым. Сол кісі маған ақыл айтып, көр деген, енді қолынан келеді, әкеле көр деді. Енді әр адамда еркелік болады, балалық, жастық деген ұғымдардың болуы заңды ғой. Әкеңіз сізді баулыған кәсібі өте ауыр жұмыстар қатарына жатады. Осы кәсіпке бейімделем деп жүріп, балалық жастықты жіберіп алдым деп ойламайсыз ба? Енді ауыр сұрақ қой ол. Бір подвохпен сұрақ қойдыңыз ғой, қазір бір 2 передачаға жауапты бере салам ғой сізге. Негізі енді кәсібіміз ауыр дейсіз де. Мен ойымша жасым 40-қа келді. 40 жасқа толғаннан кейін неше түрлі ой келеді. Енді өмірдің жартысына келдім.
былай айтқанша. Мен ойымша әкем берген тәрбием жақсы болды. Орысша айтқанда ол кісі маған авторитет. Ол кісі енді өз махаббатын бұлай көрсетпесе де маған берген тәрбиемен мен ойымша өз несін әкенің баласына махаббатын бұлай көрсетті. Енді малмен айналысқаннан кейін көп жерлерді көрдім, қиындықтар да болды. Бірақ мен ойымша еркек адам солай үйренеді. Еркектің мінезі де қатаяды солай. Солай негізі болу керек, біздің қанымызда бар ол. Енді қазақ болғаннан кейін малды білу керек, жерді білу керек. Сондай ойым. Енді әкеме көптен көп рахмет айтамын. Сол. Енді әке қадірін, олардың еңбегін бағалай алмай жүрген замандастарыңызға не айтар едіңіз? Ой, қарындас, сұрақтарыңыз не? Ол негізі анау орысша айтқанда не люблю давать советы дейді. Былай айтайын. Қайтадан айта салыңызшы сұрақ. Әке қадірін, олардың еңбегін бағалай алмай жүрген замандастарыңызға не айтар едіңіз? Енді мен айтатын негізі әр адамның басынан қиындық өту керек. Сонда адам өсет сол кезде. Өзім құрдастарыма, менен кіші жігіттерге айтатын негізі үлкендерді қадірлеу керек, үлкендердің сөзін тыңдап, тыңдау керек, жұмыстан қорықпау керек. Жұмыс қолмен болсын, басымен болсын, бірақ жұмысты қадірлеп, жұмысты жақсы көру керек. Сол кезде нәтиже болады. Нәтиже болады. Енді сіз әкеңіздің жолын жалғап, осы ата кәсіпті жалғастырып жүрсіз ғой. Сіздің балдарыңыз осы кәсіпті жалғастыру мүмкін бе? Негізі менде 3 қызым бар. 3 қызыңыз бар. Иә, ұл бала жоқ. О жағын мен дәл қазір сізге айта алмаймын. Егер ала берсе, ұл бала болса, онда мүмкін емес. Өскеннен кейін әрине оны үйретем. Бірақ ары қарай өзі таңдайды. Айналсам, айналыспаймын. Сондай. Жалпы өзіңіз енді 3 қызым бар деп айтып қалдыңыз ғой. Қыздарыңызға қандай әкесіз? Қалай еркелетесіз? Енді қыз баланың тәрбиесінде ең бірінші нені бірінші орынға қоясыз? Айта беріңіз. Қазақшасы қалай? Енді принцессалар дейді ғой. Ханшайымдар. Ханшайымдар. Енді қыз балалар негізі ханшайымдар. Оларға мен негізі мықты адам, сөзге тұратын, негізі нақты еркек солай көрінем деп ойланам. Ол енді қыздарым білет қандай кәсіппен айналысып жатқанын, қалай жұмыс істеп жатқанын, ол білетті, көретті ауылға келіп. Сондықтан енді мен ойымша ертең өскеннен кейін қолмен істейтін, сөзге тұратын жолдастарын таңдайтын шығар. Сол енді спутник жизни дейді ғой, орысшасы. Яғни өзіңізге ұқсаған ер азамат болғанын қалайсыз ғой, қыздарыңызға? Әрине. Енді мен өз ойымша мен жаман адамдар емеспіз. Өмір бойы қолмен істеп, енді қара жұмыс дейді. Қара жұмыспен айналысып жүрміз. Енді адам болдық соның арқасында. Кейде бір өкінген сәттеріңіз болмай ма? Жалпы неге мен осылай мал бағып жүре берем ба деген сияқты ойлар келмей ма?
бүкіл сырларды айту керек па? Айтсам жақсы болады. Енді негізі былай айтайын сізге, енді сырларымды айтайын. Қалада туып өскеннен кейін, тек қана түйе шаруашылығы емес, қала алыс емес болғаннан кейін басқа да жұмыстарымыз бар. Жолдастарыммен бірге жұмыс істейміз, неше түрлі проекттарды істейміз. Інілерім бар, соларға көмектесем. Бірақ осы шаруашылық, ол біздің қазақшасын ұмытып кеттім. Фундамент сияқты. Тыл қалай? Не ғой жаңағы? Іргетас сияқты, ма? Иә, біздің семьямыздың іргетасы сияқты осы шаруашылық. Енді жұмыскерлер болғаннан кейін осы жерде таң атпай кешке дейін енді күні бойы жұмыс істемеймін. Келіп, қарайым, реттеймін. Жұмыскерлерге егер замечаниялар болса, соларды айтып жіберем. Сосын қалаға барып енді жұмыс істейміз. Басқа егер проекттер болып жатса, проекттарды істейміз. Азат мырза, бізге енді әкеңіз туралы көп нәрсе айттыңыз. Тағы бір нәрсе сұрасам. Әкеңіздің қандай ақылы, жалпы өнегесі, өмірлік бақытыңыз болып, әкеңіз атқан ақылмен жүріп келе жатсыз? Әкемнің айтқан ақылы дейсіз бе? Енді өмір бойы байқап жүрмін, әкем өз семьяда ең үлкен бала болды. Ерте әкесіз қалды. Бүкіл өзінен кейін інілер қарындастарына көмектесіп, солай өмірді сүріп жатырды, көмекші болып ретінде. Енді сол кісіге қарап, мен де тырыстым сондай адам болу. Негізі, енді бағанағыдай айтқандай, әкем маған орысша айтқанда авторитет. Сол кісінің атын біраз жерлерге барып естідім. Қандай адам, қандай өмірде қалай жүріп жатқан. Біраз жерлерде кісілер мен түріме қарап сұраған менен, еріктің баласысың ба? Соны білгеннен кейін ет асып, үйге қондырып, қонақ ретінде. Енді мен ойымша әкем жаман адам емес. Мен де сол әкем сияқты жақсы адам болуға тырысып жүрем. Енді соңғы жаңалықтармен хабарыңыз бар шығар? Жаңа Талғарда оқиға болсын. Енді қазіргі таңда ондай қылмыстардың көбеюі, жалпы жасөспірімдердің өлім санының артуы, бұзақылық, төбелес болсын. Оған не нәрсе, жалпы қай жерден қателік кетті деп ойлайсыз? Ол отбасылық тәрбиеге байланысты ма, әлде қоғамдағы бір өзгерістерге байланысты деп ойлайсыз ба? Енді бұлай айтайын сізге, негізі мен ойымша ол бүкіл проблема тәрбиеде. Енді мен қазір айтқан сөздерім ұнамайтын шығар сізге, Нұрай. Аша айта беріңіз. Негізі қазіргі кезде бұлай мен ойымша әйел адамдардың тәрбиесі болып кетті ол балаларға. Әйел адамдар егер әкесі енді баласына ақыл айтам деп енді кішкене даусын көтеретін шығар, немесе ұрсып қалатын шығар. Сол кезде әйел адамдар араласып баламды қорғайым деп араласады сондай әке мен баланың арасына. Сол кезде әкесінің
авторитеті кішкене түседі. Негізі ұл баланы әкесі тәрбиелеу керек. Тәрбиелегенде енді сөзбен тәрбиелеу керек, сосын өз пример қалай? Үлгісімен, іс-әрекетімен. Өз іс-әрекетімен, үлгісімен солай тәрбиелеу керек баланы. Мысалы, әкесі өзі, енді баласы жақсы адам өссін деп, егер орысша айта беріңіз. Орысша? Ну, в моем понимании, вся причина вот данных событий, вот то, что сейчас происходит, причина в том, что время изменилось, и детей, мальчиков, я имею в виду, мальчиков начали воспитывать матери в основном. Матери защищают при воспитании даже от своих отцов. Считают это неправильным, так как мальчиков должен воспитывать отец в первую очередь словом, делом, своим примером. И только тогда мальчик вырастет мужчиной. А в данный момент, в данное время, я наблюдаю то, что матери чересчур опекают детей, мальчиков. И элементарно просто отцы не могут отцовское слово сказать, там, не знаю, где-то может даже, ну, в наше время меня ремнем не били, но отец своим видом, всем своим жизненным укладом я равнялся как на авторитетах. Поэтому считаю, что корень вообще проблемы в том, что чрезмерная опека со стороны матерей. Гиперопека, или как правильно сейчас называют. И отцы не всегда являются авторитетом для сыновей в данное время. Отсюда и такие вот результаты. Люди не совсем отдают отчет своим поступкам, что они не являются мужскими. Вот то, что вот происходит. Там, когда, допустим, 4 ребят на одного парня нападает, ну, это как бы не совсем по-мужски. Енді сіздің қазір әкеңіз туралы толық бізге айтып берсеңіз, иә? Өйткені сұрамадық басында. Соны сұрап алайық, Асқар. Әкеңіз қай жылы дүниеге келді, қай облыста, қанша ағайынды, жаңағы ерте айырылды дедіңіз ғой, иә, әке-шешесінен. Соның барлығын айтып берсеңіз. Енді әкем 1960 жылы туған, 11 қаңтарда. Осы біздің Астананың тумасы. Әкемнен кейін 2 інісі, 3 қарындасы бар. Олар енді әжем мен атам ерте ажырасып қалған, и әкем әкесіз қалды. Енді үлкен болғаннан кейін әкенің орнына өсті ол, енді өз інілеріне, қарындастарына. Оларға тірек болып. Негізі осы жақтың адамдарымыз, мысалы Тайтөбе ауылы, әжемнің туған жері. Әжемнің туған жері, осы жерде туды ол кісі. Әкем бала кезінде осы жерде өсті. Өз әжесінің қолында. Мүмкін
осылай ауылда осы ауылда тұрып мал шаруашылығымен айналыса бастады ғой, иә? иә. Енді оның жас кезінде 90-шы жылдары кішкене қиын уақыттар болды. Сол кезде сол малмен айналысып кеткен. Солай енді сол малдың арқасында бізді өсіртті. Бізге тәрбие беріп. Сіздің қанша бауырыңыз бар? Қанша ағайындысыздар? Так, менде туған қарындасым бар, болды. Екеуміз ғана. Екеуіңіз ғана. Иә, екеуміз ғана. Мен семьяда жалғыз ұлмын. Жалғыз ұл болғаннан кейін, енді қалада өскеннен кейін мен ойлағам, қалада жұмыс істеймін. Енді костюм пиджакпен жүремін деп. Мектепте үлкен класстарда оқығанда Астанаға статус берген, Астана болып. Сол ойлағам, қалада жұмыс істеймін, қаланың адамы боламын. Енді жалғыз ұл болғаннан кейін әкем өмір бойы жинаған мал, өмір бойы малды жинап, енді маған бір кезде айтқан, енді мен жолымды жалғастыру керексің. Содан кейін мен ауылға келіп, осы малмен айналысуын үйрендім. Бұлай негізі қалада туып өскен. Кішкентайыңыздан осы 4 түліктің басында жүріп, ондайым болған жоқ. Болған жоқ. Ондайым болған жоқ. Тек қаланың баласы болып? Мен қаланың баланы болдым, неше түрлі қаланың нелерін аты қалай, қаланың өмірін сүрдім. Солай, мысалы 5-6 класста егер менен біреу сұрап атса, сен ертең түйемен айналысып кетесің деп, мен сенбейтін едім. Енді өзіңізге қанша жыл болды? Осы түйе бағып, шаруашылықпен айналысып жүргеніңізге? Шаруашылықпен айналысқанымызға 20 жыл. Сізге? Менде 20 жыл, енді 20 жасқа келгенде бастадыңыздар. Бастағанда, енді папам бастаған не ғой? Иә, кәсібі. Мен көмекші ретінде қасына келдім. Бұл кәсіпті енді түйенің сүтін сатасыздар? Түйенің сүтін сатамыз, шұбат, етін сатамыз. Дәл қазір, мысалы, бір түйені сойып, шұжық дайындап отырмыз. Сүр ет, неше түрлі деликатестер істеп жатырмыз. Қымыз сатамыз, саумал сатамыз. Енді мақтануға тұрарлық. Негізі мақтануға ұялам, бірақ біздің шаруашылығымыз осы жерде, осы ауылда 15 жылдан көп болды, қалай салғанымызға. Қалан, мысалы, Астанада бізді көп адамдар білет. Көп адамдар бізге келіп, бізден қымыз шұбат алады. Көбісі сол негізі шаруашылық ашқанда адамдарға, ауырып жатқан адамдарға ем болсын деп, сол үшін ашқанбыз. Енді алдағы жоспар қандай? Алдағы жоспар негізі осы шаруашылықты сақтап, ары қарай малдың санын көбейту. Негізі мынау енді түйені әкелген 5 жыл бұрын түйені әкелгенде енді неше түрлі ойым болды. Қорықтым да, өйткені біз мынау Ақмола облысы бойынша, солтүстік Қазақстан бойынша түйе шаруашылық жоқ. Түйені әкелгенде көп адам маған теріс қарады да, енді түсінбей, нетпей, түйелер мына жақта тұрмайды, шыдамайды деп. Енді 5 жылдың ішінде адамдарға дәлелдедім. 16 бас әкеліп, 80 басқа дейін апардым санын. Енді негізі, енді мен ойым сондай,
500 басқа дейін апарсам 10 Деген. жылдың ішінде, иә, сондай бір мақсатым бар, жоспарым бар. Не істейміз, аяқтаймыз ба? Осы жерден аяқтай береміз ба? Жүріп бара жатасыз ба, қалай аламыз? Мейлі. Азат мырза, Оу. сізге көп рахмет айтамыз. Біздің Ұждан деген порталдың қонағы болып, осы түйенің басына келіп бізге өз түйелеріңізді көрсетіп, шаруашылықпен таныстырып, әкеңіз туралы әдемі әңгімеңізді айтып, бізге сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Кәсіптеріңіз жандана берсін. Әмин. Иә. Сізге Әкелі рахмет. балалы болып, бірге осылай жұртқа үлгі болып жүре беріңіздер. Сізге рахмет келгеніңізге, Нұрай. Енді жұмыспен емес, денсаулықты көтеру үшін келіп, бізден шұбат, қымыз алып, енді денсаулығыңызды көтеріп, қалай? Иммунитет көтеріп. Біздің клиенттеріміз көп адам менен сұрайды, мынау қыстыгүні түйелер қалай шыдайды біздің жаққа, біздің климатымызға. Қыстыгүні келіңіз бізге. Сізді шақырам. Қыстыгүні далаға шығамыз. Түйелерімізді қардың арасында қалай жүрген, қалай тебініп жүрген көрсетеміз сізге. Сосын мүмкін сіздің бағдарлама арқылы адамдарға көрсетіп, бұндай сұрақтарды ендігі әрі маған қоймайды шығар. Нүктесін қоямыз ғой. Нүктесін қоямыз, е. Міндетті түрде келеміз.